грецкий шоколад немесе шайн мускат. Палау немесе маклюбе. Пицца немесе бургер. Күнде шоколад жеу немесе күнде балмұздақ жеу. Қайсысын жейтін едің? Манты немесе бешбармақ? Чикен немесе балық? Қайсысын ішесің? Газды сусын немесе жемістік шырын? Кола немесе пепси? Тек суши жеу немесе тек донер жеу? Шашлык немесе қуырдақ? Ешқашан ет жемеу немесе ешқашан нан жемеу? Шай немесе кофе? Үйдің тамағын ішу немесе рестораннан тамақ ішу? Күнде фастфуд жеу немесе тек қана пайдалы тағам жеу? Майонез немесе кетчуп? Алма немесе банан? Қымыз немесе шұбат? Чипсы немесе кирешки? Тек тұзды тағам жеу немесе тек тәтті тағам жеу? Сникерс немесе киткат? Самса немесе сосиски? Паста немесе лағман? Пельмени немесе тефтели? Макарон немесе картоп? Колбаса немесе сыр? Мандарин немесе апельсин? Қою тамақ немесе сұйық тамақ? Торт немесе пахлава?
Картошка фри немесе наггетсы. Жұмыртқа немесе сэндвич. Гречка немесе лапша. Шай сүтпен немесе шай сүтсіз. Жұмыртқа немесе котлеты. Балық еті немесе тауық еті. Қарбыз немесе қауын. Қой еті немесе жылқы еті. Борщ немесе сорпа. Қайсын таңдайсың, құрт па, әлде бауырсақ па? Шоколадты құлпынай немесе шоколадты құрма. Кәмпит немесе печенье. Міне достар, видео аяқталды. Видеоны аса арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар.